саласындағы педагогтар қызметкерлерімен өткізіліп отырған жаңа білім, жаңа ғасыр тақырыбындағы республикалық ғылыми-әдістемелік семинарға қош келдіңіздер дей отырып, мектебіміздің үйірме жетекшілері мен оқушыларының орындауындағы халық күйі жастар биін тарту етеміз.
әдістемелік семинарымызға келген қонақтарымызды таныстырып өтейік. 45 минут басылымның редакторы Нарин Ізгілік Байразманұлы қатысып отыр. Және осы басылымның тілшілері Мусина Гүлшат, Қайралапова Қуаныш және осы мектебімізде Ренішбайға Салтанат қатысып отыр. Сонымен бірге Шалқар ауданының білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі әдістемелік кабинетінің әдіскері Қалықбай Ахмет Мұхамбеттерімұлы қатысып отыр. Олай болса, біздің бүгінгі қонақтарымыздың құрметіне және баршаңызға сәттілік тілей отырып, музыка пәнінің мұғалімі Қазымова Лаураның орындауындағы ұстазым әнін тамашалайық. Барша ұстаздар сіздерге арналады. Республикалық ғылыми әдістемелік семинарымыздың мақсаты республикалық 45 минут басылымы қызметтері арқылы білім беру саласындағы педагогтар қызметін республикалық деңгейде көрсету, тарату мүмкіндігін жасау. Қазіргі таңдағы еліміздегі өзгерістер, тұрақты дамудың жаңа стратегиялық бағыты, қарқындылығы, қоғамның ашықтығы, білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Осы орайда білім беруді жаңғыртудың табысты болуы, педагогтардың жауапкершілікті түсінуі мен олардың кәсіби деңгейіне, білім беру үрдісіндегі көптеген мәселелерді шешуге қосқан үлесіне байланысты. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру, бәсекеге қабілетті маманды, кәсіби міндеттерді өздігінен шығармашылықпен шеше алатын, кәсіби қызметтің жеке және қоғамдық мәнін түсінетін, осының нәтижесінде жауапкершілікпен қарайтын, кәсіби білікті тұлғаны қалыптастыруды қамтамасыз ететін білім берудің тиімді жүйесін құруды көздейді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ғасырлар мақсаты саяси, экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын ізгіленген 21 ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру деген тұжырым жасады. Сонымен бірге елбасымыз болашақта еңбек етіп өмір сүретіндер бүгінгі мектептің оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр деген болатын. Қазіргі заман мұғалімнен тек өз пәнінің терең білгілі болу емес, тарихи танымдық, педагогикалық, психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік
және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс жасап, оқу мен тәрбиесіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады. Осы орайда оқушылардың танымдық қабілетін дамыту, білім сапасын арттырумен қатар, ақыл ой шығармашылық белсенділіктерін жетілдіру үшін жеке пәндерді оқытудың тиімді әдістері мен тәсілдерін іздестіру қазіргі білім беру саласының алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Баланы дарынды, бойында күш қуаты жеткілікті екендігіне сендіру ұстаз бойындағы құдіретті күш. Өйткені сенім ғана үлкен жеңіске, жетістікке жетелейді. Олай болса, бүгінгі жұмыстарыңызға сәттілік тілей отырып, жаңа білім, жаңа ғасыр атты республикалық ғылыми әдістемелік семинарымызды ашу үшін сөз кезегін ГТС 12 орта мектебінің директоры Самаев Сауда Сейілханұлына береміз. Құрметті қонақтар, бүгін біздің мектебіміздің негізінде республикалық ұстаздар сайты, ұстаздар газеті 45 минут KZ-тің ұйымдастыруымен осы мектепте семинардың ұйымдастырылуы біз үшін үлкен абырой деп есептейміз. Себебі біздің мектептің мұғалімдері жаңа ғасырға сәйкес бейімделіп, оқытудың жаңа түрлері, технологияларын біртіндеп өз тәжірибелеріне енгізіп жатыр. Және осы тәжірибелерін мектеп ішінде ғана емес, аудан, облыс және республика көлемінде басқа бұқара халықпен бірге мұғалімдермен бөлісуге де атсалысып келеді. Бұндай тәжірибесін бөлісуде және тәжірибені таратуда осы республикалық 45 KZ сайтының маңызы өте зор. Біздің мұғалімдеріміз осы сайтқа шығып, өздерінің сабақ жоспарларын, іс тәжірибелерін, басқа да педагогикалық білім беру саласындағы жұмыстарын шығарып жатыр. Осы 45 минут KZ-тің атынан келіп отырған жігіттерге адамдар сәтті болсын деп, осы семинардың табысты жұмыс істеуіне тілектестік білдіріп, рахметімді айтамын. Рахмет. Келесі құттықтау сөз кезегін аудандық әдістемелік кабинеттің әдіскері Халықбай Ағниет Мұхамбет Керімұлына береміз. Біріншіден Набиева 2012-2013 оқудың аяғында республикалық семинар өткізіп отыр. Халықаралық ауданындағы нөмірі 12-ші орта мектептің басында өтіп отыр. Біріншіден осы нөмірі 12-ші орта мектептің ұжымына осы мектептегі 45 минут газетінің тілшілеріне осы ұйымдастырып отқан рахметімізді айтамыз. Бүгін негізінен біз енді басшыларымыз келіп көрген, қазір енді оқудың аяғы, сосын енді іште енді көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сосын енді бізге де республика көлемінде де облыс көлемінде жаратқан адамдар бар. Соған байланысты олар келмей меңгеріп отыр. Енді бәрімізді айтуларса, аудандық білім бөлімінде дарынды балалармен жұмыс істейтін әдіскер боламын. Бүгінгі жаңа білім, жаңа ғасыр республикалық ғылыми үлкен семинар. Бұл енді республикалық семинар болғаннан кейін кәдімгі үлкен семинар деп есептелу керек. Енді біздің ауданның үлкен жақсы мұғалімдерді бәрілерін жинап отырсақ, бүгінгі семинарға сәттілік тілейміз. Енді 45 минут газеті әуелгі ашылған уақыттарда бәрілеріңізге де белгілі бұл компьютердегі сайт арқылы белгілі болды. Бұған енді компьютерге осы сайтқа ғана жұмыстарымызды беріп, сол арқылы ғана біздер қарап отырсақ, жан-жаққа енді қазіргі уақытта сол бір жылдан кейін бұл басылым болып газет болып шықты. Бұл басылымның бірінші нөмірі біздің Шалқар ауданына берілген белгілі. Аудандық білім бөлімі сол уақытта басшысы біздің Қуаныш ағайымыз Құланбайұлы өзінің тілегін айтып, ізгіліктеріміз Байрахманұлы сол уақытта келіп, кездесу жасап біздерменен осы басылымның шығып жатқаны, сайттың ашылғаны туралы біздерге хабардар берген болатын. Біз енді жалпы ауданда 1000 педагог қызметкерлер жұмыс істейтін болса, жалпы енді ауданның қазіргі
көрсеткіші жоғары дәрежеде. Біз енді Шалқар ауданы облыс көлемінде қазір барлық жағынан да жалпы бірінші орында келе жатырмыз деп айтуға болады. Біздердің қаншама мұғалімдеріміз республика көлемінде өздерінің жұмыстарын көрсетіп, балалары жоғары дәрежеде олимпиадаға қатысып, ғылыми жобаларға қатысып, жалпы өздерінің білімділіктерін көрсетіп жүр. Міне енді қазір осы 45 минут басылым бойынша да сіздердің іс тәжірибелеріңіз осы республика көлеміне таратылып, Ақтөбе облысында Шалқар ауданында осындай мұғалімнің мынандай іс тәжірибесі бар екен, біз осыны алайық дегенді жеткізіп отырмыз осы басылым арқылы. Біз енді Ақтөбеде мен өзім Ақтөбе дарын ғылыми тәжірибе қосымша білім беру орталығы бар. Сол орталықта мүшемін кеңесте. Сонда барғанымызда біз енді облыста 12 аудан болатын болса, сол 12 ауданның жұмыстарын қадағалап отырамыз. Жиналыстарда мен сонда осы Шалқар ауданының іс тәжірибесін тарату керек деп біліміміздегі ұсыныс береді. Мен сол енді былтырғы 12-ші жылы осы Ақтөбе дарының басылымынан біздің Шалқар ауданындағы 85 педагог мұғалімнің өздерінің іс тәжірибесін тарату мақсатында жинақтарын жинап, сабақтары бар, басқа да жоспарлары бар, соны үлкен біз кітап қылып шығарған болатынбыз. Міне сол кітап арқылы біздің басқа аудандардың мұғалімдері соны басшылыққа алып, Шалқардағы жұмыстарды жоғары дәрежеде санап жүр. Олар келіп та біздерде методикалық көмек алып кетіп жүр. Өткенде ғана Мұғажар ауданынан келіп, біздің әдістемелік кабинетке келіп методикалық көмек алып, қалай жұмыс істеу керек жөнінде әйтекеуден келіп көмек алып, енді мектептерге де келіп жатқан болу керек, осы сіздерге барып, келген мұғалімдер, немесе сіздер осы облыс көлемінде, аудан көлемінде өтіп жатқан семинарларда да өздеріңіздің осы әдістемелік көмектеріңізді беріп жатқан боларсыздар. Енді бүгінгі 45 минут басылым арқылы сіздердің осы жұмыстарыңыздың бәрі республика көлемінде көрініп жатыр деп ойлаймыз. Сіздерге бәріңізге сәттілік тілейміз. Бүгінгі семинардың тақырыбының өзі айтып тұр ғой, жаңа білім, жаңа ғасыр дейді. Қазір 21-ші ғасырда осы білімдер ғасыр дейді. Елбасының айтқан сөзі де бар. Болашақ жастардан басталады. Ол енді білім, оған білім беруші біздер, сіздер, педагог кадрлер. Мінекей сол біздердің берген біліміміз арқылы алдымызда отырған түлектеріміз өзіміздің ауданнан шыққандығымызды, сондай сіздер сияқты жақсы педагогтардың бар екендігін көрсетеді деп ойлаймыз. Бүгінгі енді семинарға сәттілік тілейміз. Жақсы өз мәнінде өтеді деп ойлаймыз. Енді бағдарламасымен танысып бара отырып, бүгін енді қаншама баяндамалар өтеді, қаншама сабақтар беріледі. Сол берілген, көрсетілген бердің бәрі, берілген сабақтардың бәрі осы бүгінгі алдағы басылымдарға басылып шығады деп ойлаймыз. Осы Шалқар ауданында кеңес орта мектебінің негізінде осындай республикалық семинар өткендігін енді басқа республика көлемі біледі деп ойлаймыз. Бәріңізге сәттілік. Енді 12-ші орта мектептің ұжымына, тілшілерге рахмет айтамыз. Келесі сөз кезегін бүгінгі әдістемелік семинарымызды ұйымдастырушы осы 45 минуттық кезек басылымының редакторы Нағиев Ізгілік Байрахмановна береміз. Барлықтарыңызды осы республикалық семинардың басталуымен осындай болуымен құттықтаймын. Және осы семинар туралы қысқаша айтатын болсақ, яғни біз енді республика көлемінде Нұр Отан демократиялық партиясымен бірігіп, осындай ұстаздардың жаңағы іс тәжірибесін, шығармашылығын республика көлемінде тарату мақсатында республика бойынша түрлі жерде яғни семинарлар ұйымдастырамыз деп жоспарлағанбыз. Енді соның бірінде де бұған өткізуге де яғни кез келген жеріміз арнайы белгілі, яғни өзі ұстаздары белсенді бізбен байланыста тұрақты болып жүрген мектептерді таңдап, сол бір мектептің біреуі қазір болып жатқан Шалқар ауданындағы 12-ші мектеп. Және тағы бір неміз, бұған дейін де бұл семинар осы жаңа білім, жаңа ғасыр тақырыбымен мысалы Семейде, Үржарда, Астанада, Шығыс Қазақстан облыстарында барлық жерлерде болып келе жатыр. Енді оны
жаңалықтарды сайтымызда неден көріп отырсыздар. Енді қысқаша айтқанда, біздің басылымымыздың негізгі мақсаты осындай семинарлар ұйымдастыру. Семинардың мақсаты ұстаздардың еңбегін таныту. Бізде осындай семинар ұйымдастыру арқылы сол дәрежеге жетіп, сол өз мақсатымызға жетеміз деп ойлаймыз. Барлықтарыңызға рахмет, алғыс білдіреміз. Енді біздің шалқардағы тілшіміз Гүлшаттың несімен көрсетуімен қазір біздің қысқаша басылым туралы презентацияны ұсынамыз. Жалпы жаңа білім жаңа ғасыр республикалық ғылыми әдістемелік семинарды ұйымдастырушы осы республикалық 45 минут кезек басылымы болса, оны қолдаушылар Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы және Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті көп тілді білім беруді дамыту орталығы осы университетте. Бұл сайтты және күнделікті қолданушылар ұстаздар сайтының саны 25 мың болса, серверде жиналған материалдар саны 15 мың болып табылады. Осы сайтта бұнымен қоса портфолио адресінде портфолио жинағы тіркеліп, өзіңізге және жеке интернет портфолио ашуға мүмкіндік жасалады. Портфолио бөлімдерін өз еркіңіз бойынша толтырып, қажетті мағлұматтарыңызды жариялауға болады. Жарияланған материалдарды өзгертуге, өшіруге, немесе жаңасын қосуға, сурет, басқа сайттағы жаңа сабақтарыңыздың сілтемесін орналастыруға, яғни рұқсат беріледі сайтта. Бұнда сайт сонымен бірге сабақтар топтамалары. Сабақтар топтамасы өздеріңізге белгілі осы ГКС-12 мектебінің топтамасы шыққан болатын мирастың ұйымдастыруының кезінде. Ал 12-ші топтамада мұнда Шалқар қаласында 8-ші жалпы білім беретін орта мектептегі бастауыш сынып мұғалімі Нұрадинова Айнагүл Нұрадинқызы мен Айназарова Гүлзира Данағұлқызының сабақтар топтамасы. Және де көп мұғалімдер осы 5 жылдық аттестация барысында өздерінің әдістемелік құралдарын осы сайт арқылы шығарылған болатын. 45 минут кезектің таралымы 3 дана, таралым аумағы Қазақстан Республикасы жариялану мерзімі, яғни апта сайын айына 4 рет шығып тұрады газет. Ұрпақ тәрбиесі интернет мүмкіндігі мен ұстаздардың білімін жетілдіру жолындағы тақырыбында республикалық семинар, яғни былтырғы жылы ең бірінші рет 19 сәуірде 2012 жылы Қызылорда қаласының Болашақ университетінің ғимаратында өткен болатын. Осы семинардан түсірілген суреттер. Ал бірінші тоқсан күні Атырау облысы Махат кентінде педагог қызметін жандандырудағы өзгерістер тақырыбында республика 45 минут кезек басылымы және Баймұхан атындағы орта мектеп бірлесіп ұйымдастырған семинар оқу болып өткен болатын. Жаңа білім жаңа ғасыр тақырыбындағы семинар 27 наурызда 2010 жылы Алматы қаласында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ғимаратында өткізілді. Оны ұйымдастырушылар, яғни республикалық 45 минут кезек басылымы Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Саршаған кентінде 18 сәуірде өткен болатын. 24 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Крупский атындағы орта мектеп балабақшада. Сонымен бірге осы кезекті семинардың кестесі алдарыңызда көрініп тұр, яғни қай қалаларда, қай облыстарда, қай мекендерде өтілетіні туралы. Соңғы кеше 3 мамырда Астана қаласындағы 68-ші орта мектепте осы жаңа ғасыр, жаңа білім тақырыбындағы республикалық семинар өткен болатын. Сонымен бірге сайтта электронды оқулық топтама энциклопедия жинақталуда. Ол топтаманың жоспарында таралымы 5000 дана болса, оның құжаттамасы, яғни бірінші сабақ презентация баяндамалардың электрондық жинағы, яғни брошюра, автор ұстаз туралы жалпы мәлімет резюме, үшінші сертификат автор еңбек осы жинаққа енгенін растайтын. Электронды оқулық топтама энциклопедиясы ену жарнасы 5000 теңге. Бұл республикалық жинақ. Материалдардың қабылдау мерзімі 15 мамыр 2013 жылға дейін ұзартылған болатын. Бұның барлығы да сайтта тұрған материалдар 5 дана материал, яғни әм бойынша сабақ, 3 сабақ, мұғалім баяндамасы, сабақ презентациясы, ұстаздың жеке суреті, резюмесі осы қабылданған жинаққа. Ақша аударымы оплату үшін, яғни Ипа Нагиева Шынаргүлдің атына аударылады. Тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Семинарды жалғасады. Бірінші теориялық бөлім. Сөз Аманжол Қасым Есімханұлына беріледі. ГКС-12 орта мектебінің оқушысы орындасады. Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты кәсіпкерге қабілетті маман дайындау. Мектеп үйрететін орта болса, оның жүрегі мұғалім.
Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс оның сабақты түрлендіріп тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкірті, мектебін шексіз сүйетін адам. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты, өзін-өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Жаңа формация мұғалімі табысы біліктер арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар, бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі. Жаңа формация мұғалімі рефлексияға қабілетті, өзін-өзі жүзеге асыруға талпынған, әдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалық әдістемелік, әлеуметтік тұлғалы, коммуникативтілік, ақпараттық және тағы басқа құзыреттіліктердің жоғары деңгейіне сипатталатын рухани адамгершілікті, азаматтық, жауапты, белсенді, сауатты шығармашыл тұлға. Білім беру қай заманында күн тәртібіне өткір қойылған мәселе. Бүгінде мұғалімдерге қойылып отырған басты талаптардың бірі іздену. Ұлтының қамын ойлаған Ахмет Байтұрсынұлы, мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанынан нұр құя алады десе керек. Ал бүгінгі шәкірттің менің бұл өмірге келуімнің биік мақсаты бар емес пе? Мен жаһан ғимаратында өз орнымды қалайша табамын, қаланамын, қандай ізгі іс қалдырамын деп толғанатыны анық. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мына бір сөзі ұстаздарға жаңа күш-қуат береді. Өз отанын шексіз сүйетін, білімді, іскер еліміздің ертеңгі күнін күллі әлемге көрсететін келешек ізбасарларымызды қалай тәрбиелейміз, оларға сапалы білімді қалай береміз. Міне ұстаздар осы уақытта алда тұрған ауқымды міндеттерді, көкейкесті мәселелерді шешуге міндетті. Адамзат баласы шешетін жаһандық білім мен тәрбие беру. Ұстаз міндеті адам баласын жаңа сапаға көтеретін, оның болмысын өзгеріске енгізетін, жастардың жаңаша ойлау қабілетін қалыптастыратын, баланы өмір сүруге үйретіп, дүниеге өзіндік көзқарасын қалыптастыратын өзекті мәселе. Сондықтан мұғалім өздігінен білім алуға, өзін-өзі жүзеге асыруға, өзін-өзі кемелдендіруге, шығармашылықпен ұмтылуы қажет. Сабақтағы оқушының рөлі мен белсенділігін, сенімділігін арттыру, шығармашылық дағдыларын қалыптастыру, тұлға ретінде мүмкіндігін жан-жақты толық жетілдіру міндеттерін жүзеге асыру қажет. Ол үшін ұстаздар өзінің кәсіби құндылығын танытып, осы негізде өзінің педагогтық жүйесін түбегейлі өзгерту керек екенін сезінуіміз керек. 21 ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. Білім берудің негізгі мақсаты білім мазмұнын жаңартумен қатар, оқытудың әртүрлі тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Осы мақсатты жүзеге асыруда ақпараттық технологияны пайдалану әрі зор рөл атқарады. Енді мен осы мектебіміздің өзінде, осы өздерінің сабақтарында, кез келген өтілген іс-шараларында осы ақпараттық технологияны тиімді пайдалану, соның ішінде интерактивті тақта арқылы жұмыс жасау қазіргі заман талабы болып табылады. Сондықтан мектебімізде кез келген мұғалім осының сабақтарын күнделікті сабақ өткізгенде және сыныптан жұмыс өткізген кезде осы ақпараттық технологияны тиімді пайдалануда. Оқушылардың көпшілігі естігеннің 5%-ын, көргеннің 20%-ын есте сақтайтыны белгілі. Аудио-видео ақпаратты бір мезгілде қолдану есте сақтауды 40-50%-ға дейін арттырады. Сабақта уақытты үнемдеу, демонстрациялық материалдар даярлау мақсатында интерактивті тақтаны пайдаланған тиімді. Енді бізде осы бағытта мектебімізде бір ғана осы ақпараттық технологияны қолдану бағытында көптеген жұмыстар жүргізіліп, жаңа Гүлшатта тоқталып кетті. Жалпы біздердің мұғалімдердің іс тәжірибесі 45 минут кезекте топтама болып шықты. Содан кейін облыстық мультимедиалық сайыс өткен болатын. Соған бірнеше мұғаліміміз қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Сонымен бірге тағы бір мектептегі осы бір жаңалығымыз, біздерде электрондық, осымен 5-ші электрондық орта облыс көлеміне іс тәжірибе есебінде таратылды. Ол өзім бастадым, мысалы химиядан толығымен 8-ші сыныпқа арналған электрондық орта құрастырдым. Сонда жалпы қазіргі оқушыларға білімдеріне қойылатын талаптар сол осы электрондық ортада көреді. Сонымен бірге келесі бастауыш сыныпта Төлеген Гүлшаттың қызықты математика деп аталатын электрондық ортасы аудан және облыс көлеміне таратылды. Енді ары қаратай тағы да бізде
Мынау жалпы оқушылардың, мұғалімдердің ғылыми жобаның осы 45 минут кезет сайтында мұғалімдердің сабақтары жарияланған. Сосын бізде міне қызықты математика арнаулы курс бойынша 4-ші сыныпқа арналған электронды ортада облыс қазір мұғалімдер өз баяндамаларында іс тәжірибелерін көрсеткенде ашып тоқталады. Содан кейін осы жақында, осы биылғы оқу жылы бойынша бізде бейнелеу пәнінің мұғалімі, қазіргі таңда осы бейнелеу пәнінен, сызу пәнінен оқулықтар өте аз ғой. Мен сондықтан мектебімізде осы бейнелеу пәнінің мұғалімі сурет сала білесің бе деген электронды орта құрастырды. Ол да облыс көлеміне, аудан облыс көлеміне іс тәжірибе есебінде таратылды. Мұғалім тарапынан да, оқушы тарапынан да шығармашылық белсенділік қажет. Білімнің негізгі құндылығы тұлғаның өзін-өзі жетілдіру мен өзін іске асыру әрекетінде. Мұғалімнің міндеті осы механизмге қозғау салып, оқушыларды қолдау, сезіну, түйсіну. Білім сапасы мұғалімнің теориялық білімінің, кәсіби шеберлігінің, шығармашылық қызметінің, оқыту формасы мен әдіс тәсілдерінің, жаңашылдық әрекетінің деңгейімен анықталады. Тыңдағандарыңызға. Менің тақырыбым математика сабағында оқушылардың шығармашылық қызметін қалыптастыру. Оқусыз халық қанша бай болса да, біраз жылдардан кейін оның байлығы өнерлі халықтардың қолына көшпекші деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі қоғамда болып жатқан түрлі өзгерістерге байланысты әр мұғалім оқытудың сан түрлі әдістермен формуланың жүйелері қажет. Қазіргі білім берудің мақсаты танымдық қызметке деген тұрақты қызығушылық қалыптасқан, өз бетімен бағдарлай қызмет жасай білетін, өздігінен даму дағдылары қалыптасқан жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Оқушылардың өзіндік жұмыстары мұғалімнің тікелей қатысуынсыз, бірақ оның тапсыруымен, басшылығымен және бақылауымен орындалады. Бұл кезде оқушының теориялық білімі тереңдей, белсенді іс-әрекет барысында ойлау қабілеті дамиды. Ең бастысы өзіне деген сенімі артып, жауапкершілігі күшейеді. Жалпы өздік жұмыстарды ұйымдастыруда біріншіден сол ұйымдастырылып жатқан жұмыстың міндетін түсіндіре білу, екіншіден оған бағыт-бағдар беру, нұсқау беру, үшіншіден жалпы берілген тапсырманың нәтижелі болуына ықпал ете білу. Оқушыларға математикада білім беру жүйесінің алдында тұрған міндеттер, олар біріншіден оқытудың немқұрайлы жақтарын жою, екіншіден оқытудың қолданбалы бағытын кеңейту, үшіншіден практикалық біліктілікті және дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқушының өз бетімен жұмыстарын қалыптастыру оқушының пәнге деген қызығушылығынан және қажеттілігінен туындайды. Математика сабағында оқушылар шығармашылығын қалыптастыру үшін сабақтарда жаңа технология әдістерін пайдалану өте тиімді. Өмірдегі сан алуан қиындықтарды шеше білу тек қана шығармашыл адамның қолынан ғана келеді. Шығармашылық тұлғаның бойында батылдық, еркіндік, ұшқырлық, сезімталдық сияқты қасиеттермен қатар ерекше ой қызметі, қайшылықтарды түсіне білу, заңдылықтарды анықтау, шығармашылыққа құштарлық сияқты тұлға сапасын қалыптастыру қажет. Қоғамның дамуы үшін математиканың рөлі ерекше. Оны терең меңгерген маман иелері ғана ғылыми прогреске үлес қосып, материалдық игіліктерді өндіруге, ел экономикасының келешегін болжауға, жер қойнауындағы қазба байлықтардың экономикалық тиімділіктер бағытын іздестіруге көмектесе алады. Қазіргі кезде ғылым мен техниканың даму деңгейі әр оқушыда сапалы және терең білім іскерліктің болуын, олардың шығармашылықпен жұмыс істеуін, ойлауға қабілетті болуын талап етуде. Жалпы оқушылардың шығармашылық ізденістерін қалыптастыруды 4 кезеңге бөлуге болады. Яғни бірінші кезең мұғалім оқушыны қарапайым таным әрекеттерімен ғана таныстыра алады. Белгілі ғалымдардың тарихынан мәліметтер жинақтау, әртүрлі тарихи есептер, ертегі есептер, логикалық ойлауды қажет ететін қызықты есептер және әзіл есептер шығарту арқылы пәнге деген қызығушылығын арттырып, өз бетімен жұмыс істеуге баулиды. Оқушының әрбір жетістігін ескеріп, мадақтап отыру керек. Есептердің шығарылу жолына нұсқау беру, өз бетімен орындалуына мүмкіндік беру керек. Бұл бірінші кезең. Ал екінші кезеңде мұғалім есеп шығарудың әртүрлі әдіс тәсілдерін көрсетіп, талқылап, ең ішіндегі тиімдісін, қолайлысын қолдана білуге үйретеді. Тапсырманы бірнеше әдіспен орындалуын талап етіп, қосымша анықтамалық материалдарды да пайдалануға кеңес береді. Ал үшінші кезеңде мұғалім оқушыға үлкен жауапкершілік жүктейді. Оқушы өз жұмысына анализ жасап, кеткен кемшіліктерін талдап, көз жеткізу. Алдағы істейтін, оқып үйренетін материалдарын жоспарлайды, ізденуге талаптанады.
Төртінші кезеңде бұл оқушының шығармашылық ізденістерінің нәтижесі көріне бастайды. Оқушы математикалық ережелерді, теоремаларды дәлелдеудің әртүрлі әдіс-тәсілдерін тауып, есептерді шешуге тиімдісін қолдана алады, болжам жасай біледі, ойын ашып айта алады. Математика сабағында оқушылардың шығармашылық және интеллектуалдық мүмкіндіктерін ашу үшін жас ұрпақтың бойында өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі жетілдіріп отыруға жағдай жасауға болады. Енді 5-6 сыныптарда көп жағдайда оқушылардың шығармашылық қызметін қалыптастыру үшін көбіне топтық әдістерді қолдану өте тиімді. Енді осы топтық әдістерді қолданғанда оның бірінші әдісі ұжымдық тәсілменен берілген жұмыс. Яғни бұнда сынып 4 топқа бөлінеді. Әр топ тапсырмаларын алып орындайды. Барлық оқушы тапсырманы өз бетімен орындайды. Белгіленген уақыттан кейін оқушылар тексеру мақсатында дәптертерін бір-біріне сағат жүрісі бойынша айырбастайды және тексереді. Егер қате болса, топ қатені тауып, түзете отырып, қате жіберген оқушыға түсіндіреді. Бұл бірінші ұжымдық тәсілменен берілген жұмыс. Екінші тәсіл бұл топтық жұмысты қонаққа бару деп аталады. Яғни әр топқа өзінің деңгейлеріне қарай тапсырма беріледі. Тапсырма енді жайдан күрделіге қарай өзгеріп отырады. Әр топ тапсырманы орындап болған соң кезегімен басқа топқа қонаққа барып, өздерінің тапсырмаларының орындалуын түсіндіреді. Бұл жерде мұғалім тек кеңесші, тексеруші. Көмекті қажет еткен топқа көмектесіп, сабақ соңында тақырыпты қалай түсінгендіктерін тексеру мақсатында шағын бақылау немесе тест математикалық диктанттар алуға болады. Үшінші топтық әдістің үшінші бір түрі бұл шешім қабылдау сәті. Яғни сынып кез келген құрамда топқа бөлінеді бұл кезде. Барлығына да бірдей тапсырма беріледі. Әр топ шешулерін жеке парақта өз бетінше орындайды. Парақтар анализ жасау үшін бір-бірлеріне беріледі. Егер өздерінің жауабымен бірдей болса, әрі қарай жалғастыра береді. Осылайша әр парақ өзінің иесіне келгенше қайталанып отырады. Жұмыс жан-жақты талқылап, ішіндегі тиімдісін қабылдаумен аяқталынады. Яғни жұмыстың бұл түрі бір тапсырманың бірнеше жолмен орындалатындығы. Ең бастысы бәрін шешу керек және тиімдісін табу керек екендігіне мүмкіндік беріледі. Ал 7-8 кластарда енді бұл тапсырмаларды орындауды жұп түрінде орындауды іске асыру қажет. Ал енді 8 класста, яғни 2-ші жартылықтан бастап, жалпы оқушылардың өздерінің деңгейіне қарай, әр тапсырмаларды, әр оқушының деңгейіне қарай, деңгейлік тапсырмаларды орындатуға болады. Оқушы білімін бағалау критерийлері де бұндай жұмыстардың нәтижесінде ашық жүргізіледі. Мұғалім нұсқауымен жауаптар тексеріледі, оқушылар бір-бірін бағалайды, деңгейлік тапсырмаларын орындалып, келесі деңгейге көшеді, немесе бастапқы деңгейде қалады, сөйтіп оқушының деңгейі анықталады. Оқушылардың шығармашылық қызметін қалыптастыру сонымен бірге жүктейді. Олар біріншіден ұстаздар барлық мүмкіндікті пайдаланып, оқытудың жаңа әдістерін қолданады. Жаңа технологияны қазіргі заманға бейімдей пайдалану дағдысы, үшіншіден халықтық дәстүрге, адамгершілікке баулу дағдысы, төртіншіден әр оқушының біздің ертеңіміз, болашағымыз екенін ескерулері, бесіншіден білім деңгейінің мемлекеттік және халықаралық стандартқа жетуіне күш салу керектігіне бағытталады. Педагогикалық, психологиялық әдістемелік шеберлікті арттыру, бұл үздіксіз іздену, еңбектену ғана нәтижелі болмақ. Олай болса, бүгінгі математика сабағында оқушылардың шығармашылық тұлғасын қалыптастыруда білім берудегі жалпы осы шығармашылыққа қалыптастырудағы басты мақсаты әр оқушының деңгейін, қабілетін, мүмкіншілігін түсіну болып табылады. Екіншіден, жетістіктер мен кемшіліктерді қабылдай білу дағдыларын қалыптастыру. Үшіншіден, қиындықты оқушының жеңуіне көмектесе білу. Жалпы педагогикалық, психологиялық әдістемелік шеберлікті арттыру бұл үздіксіз іздену, еңбектенудің ғана нәтижесінде болады. Олай болса, бүгінгі таңдағы шығармашылық тұлғаны қалыптастырудағы мақсат қою себебін біріншіден оқушыларға мақсат қоя білуге табандылық қамалу, екіншіден оқушының өзін-өзі басқару, бағалау механизмін қалыптастыру, үшіншіден оқушының қабілетін, есте сақтау қабілетін қалыптастыру және қызығушылық көлемін кеңейте білу, шығармашылық бағытта оқушыны жүйелі сапалы түрде қалыптастыру, еңбексүйгіштік, ізденушілік қабілетін дамыту, өз ойын еркін жеткізе білуге тәрбиелеу және эстетикалық қарым-қатынасын дамыту болып табылады.
Бүгінгі ұстаз кәсіпкер жеке тұлға. Ол өз жұмысының сапасын тек қана технологиялық сауаттылығын әдістемелік мәдениетіменен бағаламай, одан көрі жоғары педагогикалық мәдениеті жағынан бағалауы тиіс деп есептеймін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Орта мектептің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. Баяндама тақырыбы дарынды оқушылармен зерттеу жұмысын ұйымдастыру. Қазіргі білім беру саласында жүргізіліп жатқан реформаның басты мақсаты ой-өрісі жаңашыл, шығармашылық деңгейде қызмет атқарылатын дүниетанымы жоғары, жан-жақты дамыған мектепті қалыптастыру. Осы орайда оқушы жастардың шығармашылық әлеуетін дамыту мүмкіндігі қажеттігі туындайды. Осы ретте ерекше талапты жастар ғылымға жетелеп, олардың бойында заманның озық өнегесін осы орайда ерекше талапты жастарды ғылымға жетелеп, олардың бойында заманның озық өнегесін бойына дарыту мақсатында мынадай бағытта дарынды баланы дамытуда мынадай ұстанымдарды басшылыққа алдым. Бірінші, баланың жеке ерекшелігі мен қабілетін зерттеу, түрлі ақпарат көздері арқылы мағлұматтар беру. Екінші, шығармашылық ғылыми зерттеушілік іс-әрекетін бақылауға алу, баланың дамуын назарда ұстау. Үшінші, баланың қызығушылығы мен бейімділігі бағытында түрлі пәндік танымдық сабақтарға, интеллектуалдық олимпиадаларға, сыныптан тыс іс-шараларға қатыстыру, әртүрлі психологиялық кедергілерді жоюға мүмкіндік беретін тренингтік әдістерді пайдалану арқылы оқушыны жігерлендіру, әңгімелесу, талдау, бақылау, сараптау, жүйелеу арқылы баланың нақты іс-әрекетін дамыту. Қазіргі білім жүйесінде жалпы оқытуды өзектендірудің тәсілі кеңінен орын алып отыр. Осы орайда оқыту мен дамыту арасында тығыз байланыс бар екендігі ғылымда дәлелденген.